Апамның әңгімесі болмаса, жездемнің мінезі жақсы еді деп аяғда біреу айтыпты ғой. Сол сияқты кейінгі кездері байқасаңыздар, біздің мемлекетте әдейі ма, жоқ заманның толқыны ма, қазақтар мен басқа ұлттардың арасында түсініспеушілік жиі болатын болып жүр. Осыдан біраз жыл бұрын біз Шелекте де, Маловодныйда да, тағы да басқа жерлерде түрлі Қазақстандағы ұлт өкілдерімен бір қақтығысып алдық. Ол естеріңізде шығар. Мысалы, Шымкентте тәжіктермен мынандай қақтығыс болды. Одан кейін басқа аудандарда да мынандай қақтығыстар болды. Кейіндер жігіттер мылтықпен еңдер. Мылтықпен атып отыр жігіттер. Кейде маған біздің қазақ екенімізді сезіну үшін, бізге ынтымақ, бірлікке жұдырықтай жұмылу үшін басқа ұлттың тиісуі міндет сияқты көрінеді. Әйтпесе оған дейін біз осы Қазақстанда тұрып жатқан қазақтар еліміз, жеріміз деп қанша жерден айтқанымызбен өз ара біріге алмаймыз. Тек қана осындай басқа ұлттармен келіспеушілікке барысып қалғанда ғана барлығымыз кеудені соғып, Қазақстан қазақтікі, Қазақстан біздікі дейміз. Енді ойланып қарайықшы. Неге біздің қазақтар кез келген жерде қолдарын жайып тастап кавказша билегенді жақсы көреді? Неге біздің қазақтар отыра қалған жерінде орысша сөйлегенді жақсы көреді? Неге біздің қазақтың жастары кейінгі кезде Корей эстрадасына, батыс эстрадасына қатты мойын бұра бастады? Оның жауабы біреу-ақ. Себебі ол ұлттар ешқашан өздерінің өнерін, өздерінің салт дәстүрін көргенде біз сияқты танауын тыржитпайды. Мысалы, кез келген жерде отырып жастарға қазақша сөйлеңдер десең, фу дейтін де қазақ. Бір жерде отырып, бір қазақша ән тыңдайық, қазақша билейік десең, фу дейтін тағы да өзіміздің қазақ. Сондықтан, құрметті ағайындар, біздің қазіргі басқа ұлттармен келіспей жатқанымыз ол басқа ұлттардың басынғанынан емес шығар, ол қазақтың әлсірегенінен шығар. Тағы да бір ескеретін жағдай, осының алдында басқа мемлекеттерде де орыс экспансиясы жүру үшін осындай әңгіме жиі болды. Айтпақшы, естеріңізге сала кетейін, біз қаншама ұлттармен келіспеушілікке барыссақ та әзірге орыс ұлтымен қатты қақтығысқа барған жоқпыз. Құдай бетін ары қылсын. Себебі бұл үлкен саясаттың басы болып кетуі мүмкін. Мысалы, Украинада да, басқа мемлекеттерде де ең бірінші орыс ұлтының намысына тиді, орыс ұлтына қысым көрсетті, соларға жаманшылық жасады деген желеумен үлкен саяси қадамдар жасалды. Ол жаңағы Украинаның жері кетіп қалғаны болсын, Шешенстандағы соғыстың басталуы болсын, тағысы тағы да. Сондықтан біздің мемлекетте бір тұтастық, ынтымақты, тыныштықты сақтау үшін әрине қазақ қорқақ болу керек деген сөз емес, бірақ қазақ өзін басқа қырынан мойындату керек сияқты. Өйткені үй, бардым, келдім, жардым, қырдым мен біз тек қана оны өршітіп аламыз. Сөз жоқ, әрбір ұлттың намысы бар, әрбір ұлттың ішінде арлысы да бар, арсызы да бар. Мысалы, Россияда жүр ғой, Жириновский, тағы да біреулер, кім еді, Никонов дегендер. Солар аузына келгенін айтады, артынан жаңағы Лавров сияқты байғұстар келіп кешірім сұрайды, бірақ оның ортасында түсініспеушілікке қалатын кім? Жергілікті халық. Сондықтан, құрметті ағайындар, егер біз өзіміздің ұлтымыздың осы Қазақстанда үстемдік қылғанын қалайтын болсақ, онда мынандай нәрселерді жиі жасауымыз керек. Өзгелерден дара туған, өр намыстан жаратылған. Баласының батырлығы ханмен бойға таратылған. Көрдіңіздер ғой, қазақ атқа мінсе, қолына байрақ алса, не болмаса кез келген жерде өзінің бар болмысын мақтанышпен көрсет алса, өзге ұлттар еріксіз мойындайтынына еш күмәнім жоқ. Сондықтан, құрметті ағайындар, туыстар, қазақтар, Қазақстан ең бірінші біздікі. Ал біздікі болғаннан кейін біз өз үйіміздің әрдайым ынтымақта, бірлікте болуына және әрқашан жайнап тұруына үлес қосуымыз керек. Өйткені өздеріңіз ойлаңыздаршы, бір үйге қонаққа барсаң, үйдің иелері бір-бірімен арылдасып, ұрысып, төбелесіп жатса, мысалы былай.
ол үйге ешкім кіргісі келмейді ғой. Қонақ болып та, шаруасын айтып та, тек қана сырттай күледі, не болды соншама өзара сыйыспай жатыр деп. Сол сияқты бізде өз ынтымақ бірлігімізді, салт дәстүрімізді, барымызды мақтанышпен көрсетуге тырысайық ағайындар. Өйткені бұл ең бірінші өз қауіпсіздігімізге қажет. Қазірдің өзінде жалалар аз емес қой, қазақтың ұлт үшін деп сөйлеген адамдарға жабылып жатқан. Демек, сол жалалардан, бәлелерден аман қалу үшін бізге ең бірінші өз барымызды түгендеу керек. Ал оның ең біріншісі тіл және салт дәстүріміз. Мен күнде сіздерге айта беруден оны жалықпаймын. Себебі бұл біздің ең үлкен байлығымыз. Айтпақшы, анау бір адамдар бар ғой, шала қазақтар, басқасы, мен қазақша сөйлей алмайтын болмаса, қалған барлығын қазақ үшін істеп жүрмін деген. Солар өтірік айтпай-ақ қойсыншы. Өйткені қазақтың ең бірінші байлығы ол өзінің ұлттық болмысына тән тілі мен дәстүрі. Ал оны қорғамаған адам, оны өзінің бойына қалыптастыру үшін ең болмаса бір 2 ай қиналмаған адам ешқандай да қазаққа қызмет істеп жүрген адам емес, ешқандай да қазақтың қамын ойлап жүрген адам емес, одан қала берді ешқандай да батыр емес. Кез келген спортшы, кез келген саясаткер, кез келген өнер адамы ең бірінші қазақтың бар екенін тіл арқылы және салт дәстүр арқылы әлемге паш етсе, біз сол азаматты сол кезде ғана мойындаймыз. Өздеріңізді білесіздер ғой, бізде біраз адамдармен ұстасып, артынан олар Америкада домбыраны асқақтатқан кезде еріксіз мойындадық қой. Сол сияқты сіздер де әрдайым өзіңіздің, қазағыңыздың барымен, байлығымен мақтана біліңіз. Сонда ғана біздің елде ынтымақ бірлік болады. Сонда ғана біздің елде басқа ұлттар бізге басын иіп құрметпен қарайды. Ал ұрдым соқтым, ол бітіспес тау. Осы уақытқа дейін төбелесіп қырып тастаса қайда қалдық? Өкпемізде, басқамызды 1-2 жылдан кейін ұмытамыз, одан кейін қайта төбелесеміз. Ол енді үйдің ішінде болып тұратын кішігірім жанжал деп түсінген дұрыс шығар. Бірақ қазіргі жағдайда бізге ең бірінші қазақтың біртұтастығы мен басқа ұлттармен арамызға іріткі салғанынан аулақ болуымыз керек. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп деді Абай атамыз. Қазір бізге сондай уақыт керек болды.